Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ, ауызға салса еритін, оңай әрі тез дайын болатын шоколадты ірімшікті пирог рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқаға қантты салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксер болмаса, венчик пайдалансаңыздар да болады. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Қаймақ қосамыз. Менде 20%. Миксермен араластырамыз. 1 шай қасық толтырмай ас содасын, 3 шай қасық какао және електен өткізілген ұнды салып, миксермен араластырамыз. Бір келкі қою қаймақтай осындай масса шығу қажет. Қамырды формаға құямыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Астына фольга төседім. Тегістеп қамырды жайып шығамыз. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Жұмыртқаға ірімшік қосамыз, қант саламыз. 1,5 ас қасық манная крупа қосамыз. Блендердің көмегімен немесе миксермен араластырамыз. Осындай салма шығады. Шоколадты қамырымыздың ортасына ірімшікті салманы салып шығамыз. Шетіне дейін жеткізбейміз. Шетінен 2-3 сантиметр шоколадты қамырымыз көрініп тұруы қажет. Ірімшікті салманы кондитерлік қалташаға салып, соның көмегімен салып шықсаңыздар болады. Сонда пирогтарыңыз бір келкі әдемі болып піседі. Немесе осылай. Салманы салып, жайып шығамыз. (170-180 градус қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Толықтай суытып барып кесеміз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.